Ал енді құрметті қонақтар, құрметті Рита апай, бүгінгі аяқ астынан келіп қалып жатыр. Сіздің мерейтойыңызға енді қазір кішкене толықтым. Сізді бүгінгі келіп тұрған себебіміз туған күніңізбен құттықтайын деп сізге деніңізге саулық, басыңызға амандық тілейміз. Ұзақ өмір, осылай біз сияқты шәкірттеріңіздің жетістігін көріп жүре беріңіз. Ұзақ өмір сізге. Енді қонақтар, сіздерге де рахмет, қошеметтеп жатқаныңызға аға. Ағай, қазір қосылып біздер Қошанкөл ауылының 1997 жылғы мектеп бітірген түлектеріміз. Яғни Рита Қадамқызы біздерді 1986 жылдан 90 жыл аралығында 1-ші класстан 4-ші классқа дейін оқып, білімін, нәрін, фундаментін қалаған, яғни біздердің осы кісі. Біздер алғашқы білім саласында реформа көрдік қой. Біздер бірінші ең алғашқы 6 жастан барған оқушылармыз. Нәтижесін енді көріп тұрсыздар, қандай реформа болғанын. Мен атым Аслан, құрдасым Манарбек, Әбдібек құрдасым, Тимур, Руслан құрдасымыз, барлығымыз бір класста оқыдық. Бұл кісіден білім нәрін алып бастаған адамдарымыз. Бұдан басқа біздің де құрдастарымыз бар, олар да қосылып жатыр. Осы құттықтауларға қыздар, балалар, бұдан бөлек енді осындай біздер сияқты құрдастарды сізді тәрбиелеген сізге Бұл классында балалар, қыздар рахмет айтып жатыр. Бөлмеу керек. Бар жақсылық тілеймін. Тыңдағандарыңызға рахмет. Біздер енді атамның баласы емес, адамның баласы дейміз ғой. Ал енді құрметті қонақтар, сөз кезегі болып, мен өз тілегімді айтып кетіп едім. Енді бұл кісіге тек қана жиеншар емес, бұның да алғашқы білім алған ұстазым, осы кісіден алғашқы білімін алып. Енді апай, сізге енді қажымас қайрат, зор денсаулық, тек мықты болыңыз. Сізден алған біз тәрбиеміз, осы тәрбиенің арқасы. Екінші анамыз сіз болдыңыз, үйде өз анамыз болса, мектепте сіз анамыз болдыңыз. Неге десең, біздер алғашқы жаңа Аслан құрдасым айтып кеткендей, алғашқы 6 жастық испытаниеден өткен балаларымыз. Сіздің қолыңыздан, сізден талын тәрбие алдық. Тәрбиеміздің енді өзіңіз көріп жүрсіз да, естіп жатсыз да, қандай семья екенімізді да, қыздарымызды да. Біздер енді жаңа өзіміз сондай ұйымшылмыз. Негізі бәрі келгісі келді, бірақ енді жаңағыдай үй, семья, біреудің қонақтығы бар, тойы бар деген сияқты сол себептермен келе алмады. Бірақ сәлемдері дұғай-дұғай сізге сәлем айтып жатыр. Құрметті қонақтар, қош келіп жатсыздар. Біздер де қош көрдік. Апай, биылғы 70 жасыңыз құтты болсын, деніңіз сау болсын. Осы бірінші әртті танып үйреткен сізге үлкен рахмет айтамыз. Өмірдегі борыштарымыз деп ойлаймыз. Құдай қаласа енді жастықтарымыз көп болсын, кездесе берейік. Осы отырған қауымның бәрін отбасыларына амандық тілейік. Сол бір жақсы болсын. Мен Қойдеген тағатын мұрасының әртелі кесілі. Осы апайдың қолынан 4-ші класста оқып, өсінген баламыз. Әминенің немересін. Ассалаумағалейкум, құрметті тойға жиналған қонақтар. Қош келіп отырып, бәріміздің апайымыздың мерейлі 70 жасына. Құрметті Рита апай, сізді бүгінге келіп жеткен 70 жас мерейтіңізбен шын жүректен құттықтаймыз. Деніңіз сау болсын, тек аман отырыңыз. Әрдайым тек жүзіңіздің күлкі кетпесін. Бауырларыңыз аман болсын, тек сіздерді келіп құттықтап, сізді қолпашталатын қонақтарға бәріне денсаулық тілеймін, аман отырыңыздар. Осы апайымыздың шаңырағында болып жатқан той құтты болсын. Барлықтарыңызға денсаулық тілеймін. Өзімді таныстырып кетейін енді осы. Қошанкөл ауылынан Ажиев Қарынбайдың баласымын.
апайға көп рахмет. Мынау қыз қалам қолымызға алғашқы қалам ұстап пікірге үйреткен осы апайдың арқасы бәрі. Мың алла сізге апай. Рахмет дейміз. Мереке бүгін кешіміз құтты болсын. Ұстазымызға алғысымыз шексіз. Бізге қалай әліппен жаттатқаны, нажма қаламды қолымызға қалай ұстауды үйреткені. Бізден мысалы ручканы біз былай ұстасақ, бізге былай ыңғайлы. Сол кезде апай қолын ұстайды, жоқ, олай емес, былай апай кішкене осында ұстайды. Сол әлі ойымызда құрметті ағайын. Сондықтан алғысымыз шексіз. Қазір жаңағы осы тәлім тербелеген шәкірттер, қазір жаңағы орган қызметкері де бар арасында, ұстаздар бар, строитель де бар, өнер адамы да бар. Сол бәрін осы үйреткен біздің ұстазымызға алғысымызды білдіреміз шын жүректен. Бүгінгі тілегіміз қабыл болсын. Микрофонды берейін, бір сыйлығымыз бар, соны айтып жіберсін. Енді құрметті апай, енді сізді өте жақсы көреміз. Тек қана сізді емес, бүкіл осы бізге тәлім тәрбие беріп, бізге сондай білім несінен ошағынан ары қарата осындай үлкен өмірге шығарып салған бүкіл мұғалімдерімізге алғысымыз шексіз. Бәріне рахмет айтамын. Үлкені бар, кішісі бар. Және де осы бүгінгі біздің осындай жиналуымызды, осындай себепке келуімізді қолпаштап отқан құрдастарыма көп рахмет айтамын. Енді бүгін сізге сыйлығымыз енді жаңа ақшалай емес, неде емес. Бұл сертификат Нұрбергенге бір аптаға демалыс. Люксті өзіңіз қалаған күні 16-сы 7-ші айдан бастап 20-сы 7-ші айға дейін барып демалуға бар. Ал енді Ридабай жаңа Манарбек айтып отыр, бұл сізге деген кішкентай біздің рахметімізді біліңіз. Сізді 16-сынан бастап келесі айдың Нұрберген саяжайы күтіп отыр. Рахмет дейміз. Бір сурет болсын, естелік болсын.